Баршаңызға сәлем қыздар. Бүгін сіздермен заварной кремін дайындап үйренетін боламыз. Жасалуы оңай әрі дәмі де өте дәмді. Наполеон медовый торттарына өте жақсы кетеді. Ең алдымен жұмыртқамызбен қантты және де лимонның цедрасын жақсылап араластырып алатын боламыз. Арнама тіркеліп келуді ұмытпаңыздар. Өте пайдалы және де қызықты рецептімен бөлісетін боламын. Одан кейін крахмалымызды салып, оны да жақсылап араластыратын боламыз. Комок болып қалмауын қадағалауымыз керек. Кішкене ванилин қосып жүріңіздер. Мен сол аралықта сүтімізді ысытып алдым. Және де осы бөлшекке сүттің кішкене бөлігін құйып, жақсылап араластырамыз. Бұл жерде сүтті құйғаннан кейін араластыру маңызды. Тезірек араластырып жіберіңіздер. және де жаңағы бөлшекті құямыз сүттің үстіне. Сүтімізді үстіне жай-жайдан құйып отырып араластыратын боламыз. Сүтіміз өте баяу оттың астында тұруы қажет. Қатты оттың асты керек емес, өйткені крем жабысып қалуы мүмкін. Бұл қолжетімді заттардан жасалады әрі креміміз дәмді болып шығады. 3 минуттай араластырсаңыз, уже біздің креміміз осылай қою болып дайын болып шығады. Сол аралықта тезірек сары майымызды салып жіберіп, тағы да араластыратын боламыз. Негізі кастрюлеңіздің асты өте жақсы болса, жабыса қалмайды. Мен кастрюлем жұқа болғаннан кейін азып жабысып қалғаны бар. Осылай дайын ыдысқа салып суытып алатын боламыз. Міндетті түрде дайын таза ыдыс болуы керек. Осылай үстін жауып қойсаңыздар болады. Бөлме температурасында өзі суып дайын болады. Міне менің осы заварной кремім дайын болды. Кез келген медовик, Наполеон торттарына жақсы кетеді. Мен бұнымен алдағы уақытта печеньеден торт жасайтын боламын. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Арнама тіркеліп тұруды ұмытпаңыздар. Баршаңызға рахмет.